Бұл аяттарда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қолдау ретінде айтты Алла тағала. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, сен ойлама, Құдайдан безген адамдар мал дүниеге батып атыр, атақ мансапқа батып атыр, ана жерден ұрлап атыр, мына жерден жырлап атыр, қалтасына тығып атыр, мықты болып атыр. Біз ше деп, олардың тапқан нәрсесіне көзіңді жаутаңдатпа. Алланың құзырындағы нәрсе одан да қайырлы, одан да мәңгілік дейді. Ал аятты кеңірек алсақ, қанағат деген дүние туралы айтып жатыр. Құдайдың бергені саған абзалырақ дейді. Халықта әдемі мақал бар осы аятты ашатын. Адам берсе не істейді? Көзіңді шығарады дейді. Құдай берсе ше, бүйіріңді шығарады дейді. Қарныңды шығарады дейді. Бұл деген сөз адамның бергені жұқпайды сізге. Алланың бергені сізге жұғады деген сөз. Адамның басқалардың мал дүниесіне жаутаңдап қарама дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы дүние мен ақыреттің істерін де керемет қылып түсіндірген бір хадисінде айтады. Мына дүниенің істерінде үлгі алам десең, өзіңнен төменге қара дейді. Яғни дүние бойынша, ақша табу бойынша сен өзіңнен төменге қара дейді. Өзіңнен жоғарыға емес, өзіңнен төменге қара дейді. Шүкіршілік үйренесің да. Ал ақырет істерінде өзіңнен жоғарыға қара дейді. Ол да шүкіршілік үйретеді сізге. Керісінше істейді біздікілер. Білесіз ба? Біздің халық оны керісінше істейді. Дүние, мал дүние іздейтін болса, жоғары қарайды. О, пәленшелер бай болып жүр. Астында мінгені машина, 4 этажды коттеджі бар. О, шіркін-ай, анау екен, мынау екен, ішіп жеп атыр, тойды өткенде ақша шашты вертолетпенен. Үйтті да бүйтті, бала шағасын пәлен жерге демалдырып атыр, өзі түген жерге барып кеп атыр, пәлен заводы бар, түген банкісі бар, анаусысы бар. Бүкіл дүниесін санап бітеді соның, ше? Ал сол сізге не алып келеді? Жүрегіңізге ыза менен кек, өкініш дүниеге, қара дүниеге қызығудан басқа сізге еш нәрсе сыйламайды.